Армысыздар құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Саннес қаласындағы Trigg Traffic ұйымына қарасты Sikkel og Aktivitetsgård, яғни балаларға арналған вело қауіпсіздік паркіне келіп тұрмыз. Бұл жерге 5-ші сынып оқушылары велосипедпен жолда қалай дұрыс және қауіпсіз жүруді үйрену үшін келді. Ал біз ата-аналар мұғалімдерге көмектесу үшін еріктілер қатарына жазылған ата-аналар болып келдік. Парк мектептер мен балаларға арналған велосипедпен қауіпсіздік жол ережелері және практикалық дағдыларды үйретуге арналған. Парктың басты мақсаты балаларға, әсіресе 10 мен 12 жас аралығында, яғни орта мектеп жасындағы балаларға велосипедпен жол ережелерін және қауіпсіз жүру дағдыларын үйрету. Сондай-ақ мектептер, мысалы 5-ші сыныптар және тағы басқалары, ата-аналар, қамқоршылар және балалар үшін велосипедпен практика жүргізу орны. Бұл велопарк қалай жұмыс істейді деген сұрағыңызға мектептер алдын ала жазылып, арнайы уақытпен келеді. Мысалға, біздің сыныптан 18 бала келді. Әр топқа бірнеше ата-ана, қамқоршы немесе мұғалім бекітіледі. Мысалы, осы паркте 7 бекет бар. Әр бекетке бір ата-ана және мұғалімдер бекітілді. Балалар теориялық дайындықтан өтіп, содан соң практикалық жаттығуларға кіріседі. Мини-трафик, дөңгелек жолдар, жаяу және велосипед жолдары, жарыс жолдары, яғни шынайы жол жағдайларын имитациялайтын жаттығулар. Қауіпсіздік үшін барлық қатысушыларға, балалар болсын, ересектер болсын, велосипедті қолданысқа жарамды болуы қажет. Сондай-ақ өздерімен шлем алып келу талап етіледі. Балалардың сапары мектептен 11 сағат 40 минутта Варатонгардқа жол тартудан басталды. Яғни мектеп автобусы оларды осы жерге жеткізді. Балалардың бәрі толқып, қуанып тұрды. Велосипедтерді алып, аз ғана нұсқаулықтан кейін велопаркке жаяу беттеді. Велопаркте 7 түрлі бекет бар. Әр бекетте балалар белгілі бір дағдыны жаттықтырды. Жылдамдықты бақылау, тепе-теңдік, бұрылыстар, кедергілерден өту бәрін бір-бірлеп меңгерді. Әр топ 10 минуттан бір бекетте болып, кейін келесі бекетке ауысып отырды. Балалар бір-біріне көмектесіп, қолдап, шынымен командалық рух көрсетті. Дене шынықтыру мұғалімі Кери ханым бізге алдын ала нұсқаулық жіберген. Әр ата-анаға велопаркте бір бекет бекітілген. Біз сол жерде бүкіл жаттығу уақыты бойы болуымыз керек. Әр топ бізге 10 минуттан келіп, жаттығуды орындап, келесі бекетке ауысып отырады. Ерікті ретінде біздің міндет балаларға жаттығуды түсіндіру, мысалмен көрсету, содан кейін олардың велосипедпен орындауын бақылау. Қажет жерде кеңес беріп, қателерін түзетіп, мотивация беру. Мен бізге бөлінген уақыт бойы 2-ші бекетте болдым. Балалар бекетті мынандай нұсқаулық бойынша ауысып отырды. 1-ші бекеттен бастап 1-ші, 6-ші, 4-ші, 5-ші, 2-ші, 3-ші және 7-ші. Осылайша өздері ротация жасап отырды. Балалардың қуанышы ерекше. Біреу өз қорқынышын жеңсе, енді бірі бұрын істей алмаған нәрсені бірінші рет жасап жатты. Біз ата-аналар үшін бұл сәттерді көру үлкен бақыт болды. Кенеттен басталған қатты жаңбыр балалардың қуаныштарына және оқу тәжірибесіне кедергі бола алмады. Мұнда әр бекетке белгілі бір жаттығу бекітілген. Мысалға, 1-ші бекетте, яғни 1-ші жаттығу, ол жол қиылысында үлкен шеңбермен оңға бұрылу. Сосын кіші шеңберді бойлай оңға бұрылу. 2-ші бекетте жол қиылысынан түке жүру, үлкен шеңбер жасап айналу және кіші шеңбер жасап айналу. 3-ші бекетте үлкен шеңбермен және кіші шеңбермен солға бұрылу. 4-ші бекетте шеңбер бойымен қозғалыс, бағдаршам қиылысы, тоқтау. Велосипедпен бұрылуды хабарлау. 5-ші бекетте автобустың жанынан қауіпсіз өту. Тұрып тұрған автобустың артынан өту кезінде алдымен автобустың артында тоқтап, велосипедті жаяу айдап, жаяу жүргіншілер жолымен айналып өту керек. Басқа көліктер мен жаяу жүргіншілерге назар аудару қажет. Автобустың сыртынан жолда өтуге тырыссаңыз, қауіп төндіруі мүмкін. 6-ші бекетте бұрылыста жылдамдықты бақылау, тежеу аймағы. Бұл 7-ші бекет.
Мұнда балалардың велосипедті толық бақылау, тепе-теңдік және жылдамдықты басқару дағдылары тексеріледі. Бұл алаң жолға шығар алдындағы ең маңызды дайындықтардың бірі, жаттығу шеберлікке жеткізеді. Бірінші тапсырма – балалар зигзаг жолымен өтеді. Олар дөңгелектерін белгілерге тигізбей, қалпын сақтап, бір қолмен жүруге де тырысады. Екінші тапсырма – юб ішіндегі жолақпен жүру. Сызықтан шықпай, толық бақылаудан өту. Үшінші тапсырма – параллель сызықтар арасымен өте баяу жүру. Баяу жүру кез келген велосипедші үшін ең қиын, бірақ ең маңызды дағдылардың бірі. Төртінші тапсырма – белгіленген ю нүктесінен жылдам жүріп, келесі юге дейін жету. Соңында екі тежегішті пайдаланып, толық қауіпсіз тоқтау. Бұл бекет балалардың тепе-теңдік қозғалысқа назар аудару, дене бақылауы және шапшаң шешім қабылдау дағдыларын дамытады. Сабақ соңында балалар өздеріне мынаны сұрайды: қай жаттығу маған қиын болды, қайсысы оңай болды, жолда ең қауіпсіз жүру үшін қандай дағдылар аса маңызды. Міне осылайша балаларды жолға дайын болуды үйретеді. Жаттығу аяқталғаннан кейін балалар маратон гардқа қайта оралып, велосипедтерін тапсырып, кішкентай ас ішіп демалды. Жаттығулардың бәрі аяқталғаннан кейін балалар Варатон Горд аймағында орналасқан арнайы тамақтанатын үйге барды. Бұл осы велопаркке келетін оқушылар мен ата-аналардың жиі пайдаланатын жарық, таза әрі өте жайлы орны. Балалар өздерімен алып келген түскі тағамдарын жайғасып отырып ішті. Біреулер бутербродтарын, біреулер жеміс-жидектерін, ал кейбіреулер термосқа құйып әкелген жылы тамақтарын жеді. Жаттығудан шаршаған соң бәрінің тәбеті жақсы ашылғаны бірден байқалды. Мұғалімдер балаларға су ішіп, демалып алуды ескертіп отырды. Ал балалар болса күні бойғы велосипед тапсырмаларын талқылап, бір-бірімен қызықты сәттермен бөлісті. Осылайша белсенді әрі пайдалы күн жағымды түскі үзіліспен аяқталды.